Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarning boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Beterbiev aldi Canelo. Ex-chempionning soqqisi eng og'ir bokschini atandi. Jartli og'ir salmoqdagi olimning burungi chempioni ukrainalik bokschi Aleksandr Gvedzuk rossiyalik nokautchi Artur Beterbievning sheberligini qattiq o'yin ashiq aytdi deb xabarlaydi. Bokschi Beterbiev bende Alvarez bende judoqtasgan Gvozdikning aytuvuncha, ol Beterbievning o'z ko'zimen ko'rgan. Bokschilar ringga кездескен. Әрі бұл оның карьерасындағы ең ауыр жекпе-жектердің бірі болған екен. Gvozdik карьерасында тағы бір бокс жұлдызы мексикалық Саул Канело Alvarez бенде кездескен. Канело кішкентай көрінеді, бірақ оның бойында айтарлықтай күш бар. Я, дені тұрқы жақсы. Дегенімен бәрібір мұндай кішкентай жігіт ауыр соққы жасай алады деп ойламайсың. Жекпе-жек басталған сәтте-ақ оның жұдырығына қуатын сезінесің. Бұл жігіт соққы жасаудың біледі. Сонымен қатар оған соққы тигізу оны емес. Мен тан бергенмін оның шеберлігіне. Beterbiev пен Канелоның соққысы әртүрлі. Beterbiev соққысы ауыр тиеді, ал Канело жылдам атылады. Beterbiev мен кездескенде ең мықты боксшы болады. Бірақ бір соққының қуаты жағынан алсақ, мұнда бәрінің асып түсетін Адонис Стевенс. Соққыны ауыр әлі дәл жасайды, боксшы сол еді. Beterbiev пен Alvarezге келсек, Канело соққы жасауы нәтижелі, деді Gvozdik боксинг скин басымды берген сұхбатында. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.